Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен ерекше соуспен дайындалатын құпия рецептпен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Баклажандарымызды алып, сыртын тазалап, дәл видеодағыдай бірнеше бөліктерге бөлеміз. Кейін туралған баклажандарымызды бөлек ыдысқа салып, үстінен тұзымызды саламыз және де салқын суымызды құямыз. Суымыз жаңағы баклажандарымызды жауып тұру керек. 5 минутқа қалдыратын боламыз. Одан кейін шампиньондар қажет болады. Оларды алып, осылай бірнеше бөлікке бөлеміз. Ұсақ болса 2 бөлікке, ірі болса 2-3 бөлікке бөлесіздер. Ендігі кезекте қиярымызды дайындаймыз. Баклажанға арналған салқын су, тұз және де 5-6 үлкен ас қасықтан ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Бізде жаңағы қиярымыз сұйық та болмау керек, қою да болмау керек. Жақсылап араластырып, одан кейін баклажандарымызды судан аламыз. Оның үстіне кукурузный крахмалды сеуіп шығамыз. Кукурузный крахмал толық баклажандарымызды жауып тұру керек. Жақсылап араластырып сіндіреміз. Одан кейін дайын баклажандарымызды алып, жаңағы қиярымызға саламыз. Осы кезде табаға сұйық майды құйып, қыздырып қоямыз. Қызып тұрған отта, орташа отта қуырасыздар. Тым қатты отта қуырсаңыздар, арасы шикі болып қалады. Сол себептен орташа қызған майда пісіреміз. Келесі кезекте бізге қияр, оны да бірнеше бөлікке бөлеміз және де қызанақ қажет болады. Қиярымыз бен қызанағымызды ыдысымызға саламыз. Кейін оның үстінен қуырылған баклажандарымызды саламыз. Және де қуырылған саңырауқұлақтарымызды саламыз. Одан кейін кез келген өзіңізге ұнайтын жаңағы көкшөптеріңізді салсаңыз болады. Мен бұл жерде петрушка бар екен, петрушка қолдандым. Одан кейін аздап тұз және де осындай соус терияки. Одан кейін кисло-сладкий соусымызды қолданамыз. Соусымызды құйған соң жақсылап араластырып аламыз. Енді міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, баклажандарымыз қытырлақ болып, енді керемет сөзсіз дәмді болып шығады. Және де достар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Менімен болғандарыңызға рахмет.